Сәлем достар, менің каналыма хош келдіңіздер. Бүгінгі мен сіздерге сулы еті езіліп, әдемі сочный болып шығатын дімләманы жасап көрсететін боламын. Дәмі өте керемет болып шығатынына сөзсіз сенімдімін. Бір жасағаннан керемет болып шығады. Тағамымызға керекті заттарымыздың барлығын жуып, дайындап, турап, алдын ала жуып алдым. Егерде сіздерге граммажы керек болса, описанияға жазып қалдырып кететін боламын. Менде мына жерде қазанымызды оттың үстіне қойып, үстіне көз мөлшермен майымызды құйып аламыз да, етімізді салып 5 минутқа бетін жауып қоямыз. Оған дейін керекті затымызды турап аламыз. Bir dana piyazımızı турап аламыз, және де чесногымызды да турап аламыз. Турап алған пияздарымыз бен чесногымызды ыдысқа салып бір шетке қойып қоямыз да, енді кезекте бір сәбізімізді да турап аламыз. Менде бір үлкен сәбіз. Осылайша домалақ етіп турап аламыз. Осы арада мен сәбізімді турап боламын дегенше менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Осылайша турап алған сәбізімізді бір ыдысқа салып, оны да бір шетке қоямыз. Ендігі кезекте менде 2 болгар бұрышы, біреуі қызыл, біреуі жасыл. Осыларды да әдемілеп ұзыншақ етіп турап аламыз. Осы рецептімен міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет дәмді болып, сочный болып шығатынына сөзсіз сенімді болып айта аламын мен сіздерге. Турап болған болгар бұрыштарымызды да барлығын жинап, сәбізіміздің жанына салып бір шетке қойып қоямыз. Енді кезекте менде петрушка, мен 3-4 тал петрушканы аламыз да 2-3 тал укропты араластырып, осылайша ірі етіп турап аламыз. Турап алған петрушкаларымызды да осылайша ыдысқа салып бір шетке қойып қоямыз. Енді кезекте жаңағы бұқтырылып тұрған етіміздің үстіне пиязымызды, чеснок екеуін бір бөлек жайып салып шығамыз. Екінші қатарымызға болгар бұрыштарын салып шығамыз. Үшінші қатарымызға жаңағыдай сәбіздерімізді салып шығамыз. Бір тегіс салып шығуымыз керек осылайша. Сәбіздің үстінен картоптарымызды да теріп шығамыз. Менде картоптарым кішкентай болғандықтан мен картоптарымды бөлген жоқпын. Егер сіздерде дәу болса, ортасынан бөліп салсаңыздар болады. Осылайша картопты да бір тегіс теріп шығамыз. Картоптың үстінен қызанақтарыңыз болса, 4-5 қызанақты салып турасаңыздар болады. Менде қызанақ болмағандықтан қолдан осылай жабылған томат пастасын бір кесесін құйып шықтым. Енді кезекте бұлардың үстінен дәмдеуіштерімізді саламыз. Менде мына жерде лавр жапырағынан 3-4 талын салсаңыздар болады. Және зира, кинзаның ұнтағы, тұз үшеуін араластырып барлығын бір тегіс сеуіп шығамыз осылайша етіп. Бірінші дәмдеуіштерімізді сеуіп болғаннан соң екінші дәмдеуіштерімізді саламыз. Екінші дәмдеуіштің ішінде паприка, Қытайдың тұзы және де қара бұрыш барлығын жақсылап араластырып, бұны да сеуіп шығамыз. Дәмдеуіштерімізді сеуіп болғаннан соң үстіне петрушкамыз бен укропымызды осылайша бір қатар тегіс жайып шығамыз. Енді кезекте соңғы қабатына келген кезде мынау оран жапырақтардың барлығын арасын ашып осылайша бір тегіс етіп бетін жауып шығамыз. Жауып болғаннан соң
1 сағат 20 минутқа бұқтырып қоямыз. Өз суына өзі сочный болып пісіп шығады. Осылайша жауып болғаннан соң бетін бұқтырып, асын баяу отқа қойып, 1 сағат 20 минутта етіміз де барлығы пісіп шығады. Сол кезде дайын болады. Су еш нәрсе құймайсыздар. 1 сағат 20 минутым өткеннен соң менің тамағым осылайша бұжырлап қайнап тұрған тамағым пісіп те шықты. Міне осыны енді ыдысымызға салып көрсететін боламын. Өте сочный, жұмсақ болып піскен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Бір рет жасап мүмкіндігін беріп, отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Өте дәмді, сочный болып шығады. Мен айтудан жалықпаймын. Соншалықты дәмді болып шыққаннан кейін қайта-қайта айтуды жөн көріп жатырмын. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар, менің сүйікті көрермендерім.